Сәлем достар, қалдарың қалай? Мына жаңа серияда бірнеше жаңалықтар бар сіздерге айтатын. Енді жаймен тізбектеп айтып өтсем. Достар, алдың серияда өздерің танығандай, Сәкең біздің Шу қаласынан подписчигіміз бізге тағы бір сыйлық жіберді. Соны көріп бағала жіберіңдер. Достар, мына бізге тағы бір бампер келді Сәкеңнен. Блин, Сәкең бізді қатты еркелетіп жіберді. Мына жерде кеше Расул күтіп алған. Мынандай бампер жіберді, жап жаңа. Бірақ енді рас тайвандық, но бірақ жап жаңасы. Менің өзімнің алып келгенімнен қайда дұрыс сияқты. Оның үстіне қазір мынандай жаңағы туманкалармен бірге бампер табу өте қиын, и олар сәл қымбат жүреді. Қазір маған осы Сәкең жіберді. Енді бұның бағасын өзіміз арамызда келісеміз, бірақ былайша айтқан кезде почти тегінге берді маған Сәкең. Ол кісіге үлкен рахмет, от души. Енді білмеймін, барынша қолдап жатыр Сәкең. Рахмет сізге аға, от души. Қазір міне біздің жаңағы бамперімізді түсіреміз. Мен салоннан беріп жіберейін, сізге тартып аласыз ба? Жаңа бампер алып келгем. Ал бисмилля. Самағаларға уже алып келдік бамперді. Камера алдында тұр. Ертең шыққан екен ауыр ғой. Міне. Енді уже кәдімгі машина болып қалған. Машина уже сәлімге артына кірсе болады. Одан кейін енді мүлдем басқаша болады. Осыдан бірінші кездегі түрімен осы кездегі енді танымайтындай өзгеретін сияқты. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. Мынау негізі оригинал бампер. Мына бампер. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай шпаклевкасы көп. Мына жерде бұны тазалату керек. Мына жерлерде мынандай косяктары бар. Осындай жерлері көп, достар. Вот так будет, вот смотри. Херня будет вся. Просто она вот здесь чистая. Мыналарды ма? Көрдіңіз? Айналайын. Мына біздің салоннан шыққан заттар Усамаға уже алып кет деп жатыр. Алып кет, что чан тоз. Кешке алып кетсем болады ма? Болады. Болды. Болды, онда Құдай қаласа кешке алып кетемін. Ана бамперді алып кет. Иә. Бампер шешсін, кейін алып кете салам, кешке бәрін бірге алып кетемін да. Мына көріп жібересіз ба, мынау? Маған Шудан бар ғой, Шу, Рустам. Сол жерде Самат аға деген кісі бар. Вот, жіберді. Новый бампер. Менен көмек болсын деп жіберді. Ана фараларды жіберген еді ғой сол кісі. Осын көмектесіп жіберіп жатыр Самат аға. Бүгін кесіп тастаймыз. Болды аға. Кеше тазылдар келіп, камераның артындағы жаңағы подвеска дейді ғой. Ходовой частьтің бәрін шешіп, жөндеп кетті. Мына жерде тұр. Балкон шешіп алды, полный силикон, бак шешіп алды. Ана полный шешілді. Енді Құдай қаласа Мына жерден бастап кесіледі, өзінің заводскойлардан бәрі былай шығады. Содан кейін ескі морданы саламыз, Құдай қаласа. Бактан шешіп, ходовкасын полный шешіп алды. Каждый трубкалар бәрі шешілді. Тормозның житкісін кесіп тастап, ол неге дегенде ауысу керек. И бұл трубка етеледі, Құдай қаласа осы 2-3 күнде уже морда бүгін ертеден бастап кесетті, 2-3 күнде уже Құдай қаласа дайын болады. Енді ертса уже артын бүгін жаншалар, осы артын кесіп, орнына қоюға жұмыс істейтін болады. Жақында ертса айдап кететін боламыз. Достар, Усаманың қасына келдік. Уже біздің ескі арт жағы тұр мына жерде. Енді мына жерге кірзе салайын ба тоқта? Арттан кірзе. Ол ескінің арты дейсің ба?
мына жерде мен алдында айтқаным көрдіңдер ма? Негізі завод бойынша мына жерден қосылады. Это снизу будет прошло. Здесь, да? Мына жерден алып тастайды. Мына жерден алдық, мына өзі стыктар көріп тұр. Мына жерде. Уже осыны бұйыртса. Значит, уже завтра уже поставите, да? Нет, до завтра починку там. Орын дайындайсың ба? Завтра поставить. Мына достар, мына жер кесілген міне. Мен ескерткен бұл жер морг кесіледі деп. Алайда енді мына жақтары өзінің жаңағы заводской шоқтарына отыратын болады. Ешқандай да көлік бөлініп кетпейді, ешқандай да жаңағы айтып жазып жатыр ғой комментарияға. Ондай дүние болмайды. Енді Жанша, мен білем, Жанша сіздер де білесіздер жұмысын қандай істейтінін. Так что Жаншаны көрсетіп қой. Мастер своего дела. Сондықтан да достар, уже аяғына жетіп отырмыз. Кішкене ғана қалды. Жақын күндері көлік толық шығатын болады. Осы жерін жалғаса, Жанша алды бітті ғой, иә? Алды уже несін келтіресің, и потом рихтовка полный пуст, и все, да? Сыртындағы жаңағы кішкентай ямкалары бар ғой, жаңағы майысқан жерін бәрін рихтовать етеді да, окраскаға дайындап береді. Ары қарай біз алып кететін боламыз ғой. Достар, мына менің артымда алда біткен кішкене жұмыстары бар, бірақ өздерің көріп жүріңдер. Жаңағы кішкентай жұмыстары деген бұл зазорлар келтіреді. Капот жақтаған. Достар, мына жерде зазорларын қою. Ары бетінде де капотында бар зазорлары. Соларды қояды. И сонымен бітті машина. Майда-шүйде жұмыстар міндетті түрде ол толық біткеннен кейін шығады. Рихтовка деген сияқтандай кішкентай ямкалар бар кузовта. Солардың бәрін Жанша жақсылап істеп беретін болады. Әзірге осы достар, серияны енді аяқтаймыз. Ендігі серияда бүтін жиналған Камриді көретін боласыңдар. Қалай жүріп жатыр процесс? Солай түсіріп келе жатыр. Жақсылап бағалап жібересіңдер деген ойдамын. Достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Енді аяғында мен алдыңғы серияда көрсеткен Мерс туралы кішігірім айтып кетсем деген едім. Бұл енді өзіме жеке айдауға алған көлік. Енді бұмен де біраз жұмыс демей-ақ қойын, енді кішігірім жұмыстар жасалды. Енді бұның бәріне белгілі, бұның СБЦ деген ауруы бар. Оны біз жеңдік, оны істедік. Одан бөлек жаңағы электроника жағынан да бірнеше қуған жерлер бар еді. Оның бәрін ретке келтіріп, бәрін істеп қойдық. Енді жаймен қалай істегенімізді, не істегенімізді қазір мен көрсетіп жүрсем. Мына СБЦ блок, бұны істеуге бізге жаңа қаладан бір кісілер тауып, арнайы осымен айналысады екен. Мына біз бастадық мына жерде СБЦ блогының жаңа ремонтымен. Мына жерде бізде кісілер келді. Именно осы жаңағы СБЦ блокты жөндеуге мінекей мына тексеріп жатыр қазір. Компьютерге салып барлық жерін. Содан кейін нәтижесіне қарай қазір блок жарайды ма, жарамайды ма, соны айтатын болады. Жарамайтын болса ауыстырамыз. 4-5 күн дегенде әйтеуір бітіріп берді, істеп берді. Одан кейін бар толығымен жаңағы прошивка дейді ма, и бұның тағы бір несі бар екен. Миллион басқаннан кейін таблода жаңағы ошибка шыға бастайды. Стоп, жаңағы сервисқа бар деген сияқты. Соған дейін бәрін обнулить етіп, нөлге түсіріп, жақсылап істеп берді. Енді тормоздан қазір енді олардың айтуы бойынша енді 5-6 жылға дейін ешқандай проблема болмайды дейді. Енді айдасқа да байланысты бәр нәрсе. Ал қозғалтқыш жағынан алдыңғы серияда мен көрсеттім, бәрін түсіндірдім. Жаңағы толығымен жаңағы прокладка, свеча, жаңағы свечной провод деген сияқты жұмыстардың бәрін аяқтадық. Жалпы қысқаша айтқан кезде көлік айдауға дайын ғой. Бүгін енді рахаттанып ары-бері қалада айдап жүрміз, жұмыстарды бітіріп. Жалпы кеткен қаражатты айтсам осы көлікке, осы ремонттардың бәрін шамамен 350-360 теңгеге жуықтап қалды. Жұмысымен бірге. Осымен достар, видеоны аяқтаймын. Ендігі серияда енді Камридің толық жиналып, бәр жері дайын күйін көретін боласыздар бұйыртса. Енді ары қарай покраскамен айналысатын боламыз. Ол жерде де бір қызық болайын дептер. Енді көп сөзбайын,
ендігі серияда бәрін түсінетін боласыздар. Баршаңызға сәттілік, аман болыңыздар достар. Бүйтейін ба жара?